Баршаңызға сәлем. Мың бір кеңес арнасында қарапайым аскөктің адам денсаулығына пайдасы туралы ақпаратпен бөлісетін боламын. Каналыма тіркеліп, жүрекшені басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Аскөк биологиялық белсенді және минералды заттардың көзі болып табылады. Оның жапырақтары мен бұтағы ақуыздар, майлар, көмірсулар, дәрумендер мен макро және микро элементтер ерітілген сумен жабдықталған. Аскөк денсаулыққа пайдасымен қатар артық салмақтан арылуға да көмектеседі. Сымбатты дене бітіміне жетудегі қарапайым құралдың бірі аскөк шайы. Оны дайындау өте жеңіл. Жуылған аскөк будасын алып, ұсақтап турау керек. Бұл мөлшерден 3 ас қасық аскөкті ыдысқа салып, оған жарты литр қайнаған су құйыңыз. Бұл ыдысты отқа қойып, қайнаған соң 5 минут жай отта ұстаңыз. Дайын сусын суыған соң сүзіп алыңыз. Аскөк шайын күніне жарты стаканнан 3 рет тамақтанудың алдында ішу қажет. Аскөкті ақ желкенмен бірге қолдануға болады. Ол үшін кептірілген 1 ас қасық аскөкпен 1 ас қасық ақ желкен керек. Оны шайнекке салып, қайнаған су құйыңыз. Шайды 15 минутқа қалдырыңыз. Уақыт өткен соң, қарапайым шайдың орнына осы дайындаған шайыңызды ішіңіз. Алайда күніне 1,5 литрден артық ішуге болмайды. Себебі оның қатты несеп айдағыш әсері бар. Аскөкті адамдары келесі мақсаттарда қолданып келеді. Метеоризмді жеңілдету, зәр шығаруды ынталандыру, метаболизмді күшейту, гипертонияны емдеу, көру қабілетін жақсарту, глаукоманың алдын алу, тәбетті реттеу, емізетін әйелдерде сүт өндіруді ынталандыру, ас қорытуды жылдамдату, стрессті азайту. Қан қысымының өзгеруіне 1 ас қасық ұнтақталған шөбін 250 грамм қайнап тұрған суға салып 30 минут бұқтырады. Осыны астан бұрын жарты стаканнан ішіп 10 күнге жалғастырады. Аллергиядан тері бөлініп қотырланғанда аскөк шырыны мен шөбін суға қайнатып алып, екеуін қосады да қотыр үстінен компресс жасайды. Көздің көру қабілеті нашарлап, үстіңгі қабатына жұқа қабат өсіп шыққан кезде аскөк шырынына таза дәкені батырып, көзге компресс жасайды. Жалпы аскөк шілде-тамыз айларында гүлдеп, қыркүйек айында дәні піседі. Тұқымының құрамында эфир майы 3%-ға дейін болады. Одан су буымен айдау арқылы басқа да май түрлерін өндіреді. Бұдан басқа фенхон, анетол, флавоноидтар, аскорбин қышқылы, каротин, басқа да химиялық қосылыстар бар. Одан қан қысымын төмендететін, қан тамырларын кеңейтетін, ішектердің жұмысын жақсартып реттейтін, зәрді жүргізіп, қақырық түсіретін дәрілер жасайды. Халық емшілері одан ежелден ұйқы келтіретін, өтті айдайтын, бауырды емдейтін, балалы әйелдерге сүт шығаратын дәрі ретінде қолданып, бай тәжірибе жинақтаған. Аскөк тұқымын ас қорыту жүйесінің жұмысын жақсарту үшін де тиімді пайдалана білген. Аскөкті тұтынғанда кальцийдің сіңу процесі артады. Сүйек остеопорозы, яғни сүйек жоғалуы сияқты созылмалы аурулардың алдын алуға көмектеседі. Антиоксидант пен С дәрумені құрамы көне заманнан бері аскөктің микробтармен күресу және ағзаны инфекциядан қорғау үшін күшейтеді. Аскөк иммундық жүйені күшейтеді. Иммунитет күшейген кезде ағзаның микробтармен күресу қабілеті артады. Ол инфекциялардың алдын алуда өте тиімді және бактерия, вирус пен саңырауқұлаққа қарсы ерекшеліктер көрсетеді. Салауатты ас қорытуда маңызды рөл атқаратын аскөк карминативті ретінде белгілі. Ісіну, іштің кебуі сияқты асқазан және ас қорыту проблемаларының алдын алуға көмектеседі. Талшықты құрылымы аскөктің пайдасы ретінде қарастырылады.
Өйткені аскөк құрамындағы диета талшықтары ішек қозғалысын ынталандыру арқылы іш қатудан сақтайды. Сонымен қатар аскөктің қышқылға қарсы қасиеті асқазанда артық қышқылдың пайда болуына жол бермейді. Мұндай тағамдар жақсы қорытылады және ас қорыту, ойық жара, гастрит сияқты ауруларды емдеуге көмектеседі. Аскөк ас қорыту бұзылған және микроб тудырған іш өту жағдайында да көмектеседі. Ол тыныс алу жолдары проблемалары бар адамдар үшін өте маңызды. Суық тию, жөтел, тамақ ауруы, тұмау сияқты мәселелерге қарсы маңызды рөл атқарады. Өкпеде, кеудеде және мұрын қуысында қақырық бөлшектерін жұқартып, қопсытады. Осылайша тыныс алуды жеңілдетеді. Бронхит пен астма сияқты аурулардың емделу процесін жылдамдатуға көмектеседі. Аскөк дәндерінің пайдасын тыныс алу арқылы сезінуге болады. Аскөк тұқымдары мен жапырақтары тыныс алу тазартқыштары ретінде белгілі. Аскөк құрамындағы эфир майлары ауыз қуысының инфекциясын жеңілдетуге көмектесіп, сонымен қатар еркін радикалдардың тіс еті мен тістерге келтірген зиянын азайтады. Сондай-ақ аскөк жапырақтарындағы белсенді ингредиенттер мен В тобындағы витаминдердің арқасында ұйқысыздыққа қарсы тиімді болуы мүмкін. Күнделікті рационыңызға тұтынатын аскөк ағзадағы белгілі бір гормондар мен ферменттердің секрециясын белсендіру арқылы тыныштандыратын әсер береді. Сондай-ақ стресс гормондарының деңгейін де төмендетуге көмектеседі. Стресс деңгейінің төмендеуімен тыныш және сапалы ұйықтай аласыз. Зәр жолдарының ауруына зәр бөгеліп, жолдары ашып ауырған кезде бір ас қасық аскөк тұқымын бір стакан қайнап тұрған суға 20-30 минут жабық ыдыста бұқтырып, сүзіп, бір ас қасықтан күніне 5-6 рет ішеді. Сондай-ақ аскөк қандағы глюкозаның кенеттен көтерілуіне жол бермейді. Зерттеулер аскөктің қант диабетін емдеуде де, оның алдын алуда да маңызды орын алатынын көрсетті. Бүгінгі пайдалы ақпаратым кәдеңізге жарасын.